20 келіге таяу алтынмен апталған Жапониядағы Золиман дейтін сардардың тұрар жайы жеңгісіға кеп тұрмыз, сіздерге көрсетіп жіберейік. Иә, мінекей құрылысты қарап тұрсаңыздар, бас жағында самұрықтың, яғни алтын самұрық. Бұл енді жоңғол кісілер мен осы жапондық кісілерде қасиетті құс ретінде саналады. Және бүкілдей сыртын алтынмен аптаған дейді. Жалпы 10 кило алтын кеткен. Золиман деген кісі болатын болса, біздегі Ишу деп аударылған картон фильм бар еді ғой, мінекей Сұңғыла Ишу деп айтамыз ба, жоқ Цунминді Ишу деп жазып шыққан ханшасын көрсем, кезінде осы қуыршақты көргенбіз. Сол Ишудың тікелей атасы болмаса да туған шықып бір қандастық қатынасы бар, тарихи байланысы бар кісі екен. 1950 жылы басқалар жағынан өртеліп кетіп, бүкіл бұтхана құрып кеткен дейді осы. Сонымен 1955 жылы қайтадан салынған екен. Жақсыны көрмекке деген ғой, сіздер көрсін деп жолдап жатқанмын.